Әбілқайыр туралы ақиқат. Кеңес заманында көп айтылған жалған тарихтың бірі Қазақстанның Ресейге өз еркімен қосылуы болатын. 80-ші жылдардың басында бұл әңгіменің үдеп кеткені соншалық, ақыры өз еркімен қосылудың 250 жылдығы Алматыда дүбірлетіп атап өтілді. Жалпы өз еркімен қосылды деген жорамал қағиданың өзі де сол кезде қалыптасып еді. Осы дақпырттың шындықтан алыс екенін екінің бірі білетін, алайда баспасөз бетінде ашық пікір білдіру мүмкін емес еді. 1991 жылы Досмұхамедұлының «Аламан» атты кітабы жарық көріп, Қазақстанның Ресейге өз еркімен қосылған түгелдей жоққа шығарды. Бұл кітап алаш азаматтарының қуғын сүргінге ұшырауынан бұрын 1923 жылы Ташкентте шыққандықтан көнегөз қарттарымыз білген